Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 2-ші сыныптың 41-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сандар тізбегі. Бірінші есеп А нұсқасы 50 санының алдындағы ондықты жаз. Жалпы ондық дегеніміз бұл 10, 20, 30, 40, 50, 60 деген сияқты сандар. Олай болса, 50 санының алдындағы ондық бұл 40 саны болып есептеледі. Сонда жауабы 40 саны. Енді Ә нұсқасы 600 санынан кейінгі жүздікті жаз. Сонда 100, 200, 300, 400, 500, 600 және 700 деген сияқты сандар. Олай болса, 600-ден кейін 700 саны болады. Бұл сонда жүздік болып есептеледі. Енді Б есебі 600 бен 800 сандарының арасындағы жүздікті жаз. 600 бен 800-дің арасында 700 бар, олай болса 700 саны. Енді екінші А есебі қалып қойған жүздіктерді ата. Жүздіктер 100-ден басталады, сонда 100. 100-ден кейін 200 қалып кеткен жерде, олай болса 200-ді жазамыз. Және 300. 300-ден кейін 400, 500, 600 қалып кеткен. 400, 500 және 600 қалып кеткен. 700 жазылып тұр. 700-ден кейін 800 және 900 тұру керек. Одан кейін 1000 тұрады. Енді қалып кеткен жүздіктердің астын сызып қояйық. Сіздерде осылай жазып, арасында 200 қалып кетті және 400, 500, 600 қалып кетті, 800, 900. Астыларын сызып қоямыз. Енді Ә есебі қандай заңдылық бойынша жазылғанын тап және жазуды жалғастыр. 900-ден кейін 700 тұр, олай болса 900-ден 200-ді азайтқанда 700 болады. Енді 700-ден 200-ді азайтамыз. Сонда 500 болады. 500-ден 200-ді азайтамыз. Сонда 300 болады. 300-ден 200-ді азайтамыз. Сонда 100 болады. Олай болса бізде 900, 700, 500, 300, 100 деген сандар тізбегі пайда болды. Енді Б есебі заңдылықты анықта, заңдылық қай жерде бұзылған, қатесін түзетіп, тізбектерді дәптерге көшіріп жаз. Бірінші 100 деген саннан басталып тұр, олай болса 100, 100-ден кейін 300. Сонда 200 деген санға артып тұр, 300-ден кейін 500. Тағы да 200-ге артып тұр. 500-ден кейін 600 жазылып тұр. Бұл жерде сонда 600 емес, 700 болуы керек. Себебі 200-ге артуы керек. 700-ден кейін 1000 емес, 900 болуы керек. 200-ге артып жатыр. Енді екінші қатарға қарайық, 1000-нан басталып тұр, сонда 1000, 1000-нан кейін 800. Сонда 200-ге кеміп жатыр. 800-ден кейін 600. Тағы да 200-ге кеміп жатыр. 600-ден кейін 400 болуы керек. Бірақ мына жерде 500 жазылыпты. Сонда біз оны өзгертіп 400 деп жазамыз. Және 400-ден кейін 200 болуы керек. Сонда 100-ді өшіріп 200-ді жазамыз. Олай болса заңдылық бірінші қатарда 200-ге артты, екінші қатарда 200-ге кеміді. Енді үшінші есеп зерттеу, кестедегі сандар қатарын зертте, оларды салыстыр. Бірінші қатарға қарасаңыздар, 9-дан кейін 17 тұр. Сонда 8-ге артып тұр. 9-ға 8-ді қоссақ, 17 болады. Ал 17-ге 8-ді қоссақ, 25 болады. 25-ге 8-ді қоссақ, 33 болады. 33-ге 8-ді қоссақ, 41 болады.
сонда заңдылық 8-ге артып тұр екен. Енді екінші қатарға қараңыздар. 6-дан кейін 11, сонда 5-ге артып тұр. 6-ға қосамыз, 5-ті 11 болады. 11-ге 5-ті қосамыз, 16 болады. 16-ға 5-ті қосамыз, 21 болады. 21-ге 5-ті қосамыз, 26 болады. Енді үшінші қатарға қараңыздар. 8-ден кейін 16, сонда тағы да 8-ге артып тұр. 16-дан кейін тағы да 8-ді қосайық, 24 болады. 24-ке тағы да 8-ді қоссақ, 32 болады. 32-ге 8-ді қоссақ, 40 болады. Сонда бұл жерде де 8-ге артып тұр. Енді төртінші қатарда 7-ден кейін 15, сонда 8-ге артып тұр. 15-ден кейін 23, тағы да 8-ге артып тұр. 23-ке тағы 8-ді қоссақ, 31 болады. 31-ге 8-ді қоссақ, 39 болады. Сонда 8-ге артып тұр. Олай болса, бірінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар барлығы 8-ге артып тұр. Ал екінші қатар 5-ге артып тұр. Сонда екінші қатар артық екен. Мына жерде айтып тұр ғой, қай сандар қатары артық дейді. Екінші қатар артық екен. Себебі басқалары 8-ге, бұл 5-ге артып тұр. Енді төртінші есеп. Заңдылықты анықтап, тізбекті жалғастыр. 67-ден кейін 60, сонда 7-ге кеміп жатыр. Минус 7. 60-тан кейін 53, тағы да 7-ге кеміп жатыр. 53-тен кейін 46, тағы да 7-ге кеміп жатыр. 46-дан кейін 39, тағы да 7-ге кеміп жатыр. 39-дан кейін 32, тағы да 7-ге кемейді. 32-ден 7-ні азайтсақ, ары қарай жалғастырамыз. Сонда тағы да 7-ні азайтамыз, 25 болады. Тағы да бір рет 7-ні азайтсақ, 18 болады. Міне қатарды жалғастырдық. Сонда заңдылық 7-ге кеміп жатыр. Енді 5-ші ай есебі. Бірінші сан 38-ге тең, ал әрбір келесі сан алдыңғы саннан 5-ке артық болатындай 8 саннан құралған сандар тізбегін жаз. Ең бірінші сан 38-ге тең, одан кейін 5-ке артуы керек. Сонда 38-ге 5-ті қосамыз, сонда 43 болады. Одан кейінгі санды анықтау үшін 43-ке 5-ті қосамыз, сонда 48 болады. Одан кейінгі санды анықтау үшін тағы да 5-ті қосамыз, 53 болады. 53-ке 5-ті қосамыз, 58 болады. 58-ге 5-ті қосамыз, 63 болады. 63-ке 5-ті қосамыз, 68 болады. 68-ге 5-ті қосамыз, 73 болады. Сонда бізде 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73 деген сандар тізбегі пайда болды. Енді әй есебі. Бірінші сан 52-ге тең, ал әрбір келесі сан алдыңғы саннан 8-ге кем болатындай 6 саннан құралған сандар тізбегін жаз. Бірінші сан 52-ге тең, одан кейінгі сан 8-ге кемуі керек. Сонда 52-ден 8 азайтамын, 44 болады. 44-тен тағы да 8 азайтамын, 36 болады. 36-дан 8 азайтамын, 28 болады. 28-ден 8 азайтамын, 20 болады. 20-дан 8 азайтамын, сонда 12 болады. Мына жерде 12 болады. Және 12-ден 8 азайтамын, 4 болады. Олай болса бізде 44, 36, 28, 20, 12,
4 деген сандар тізбегі пайда болады. Енді 6-шы есеп: мәтіндерді оқы, торкөздің орнына тиісті санды қойып, есептерді шығар. Мектебіміздің 1-ші сыныптарында 29 ұл және 25 қыз бар. 1-ші сыныптарда барлығы неше оқушы бар? 29 ұлға 25 қызды қосамыз. Біз бағанды түрде орындауды білеміз. Олай болса, 29-ға 25-ті қосайық. Бірінші 9-ға 5-ті қосамын. Сонда 14 болады, 1 ойға кетеді. 2-ге 2-ні қоссам 4, ойдағы 1-мен 5 болады. Сонда барлығы 54 оқушы болады. Жауабы: барлығы 54 оқушы. Енді 2-ші есебінде мектебіміздің 1-ші сыныптарында барлығы 54 оқушы бар. Олардың 25-і қыздар, ал қалғандары ұлдар. 1-ші сыныптарда неше ұл бар? Сонда барлығы 54 оқушы, одан 25 қызды азайтсақ, қалғаны ұл болады. Ұлдардың санын анықтау үшін 54-тен 25-ті азайтамыз. Бағанды түрде азайтқанда 4 5-ке жетпейді. Бір қарыс сұраймыз, сонда 14-тен 5-ті азайтсам 9 болады. Мына жерде 4 қалады, сонда 4-тен 2-ні азайтсам 2 болады. 29 ұл бар екен. Жауабы: 29 ұл. Енді 7-ші есеп: теңдеулерді шеш. 1-ші теңдеуде 900-ден 300-ді азайту керек. Сонда x 600-ге тең болады. Енді осы x-тің жауабын x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда 600 қосу 300 тең 900 болады. Теңдеудің екі жағы да 900 тең болады 900-ге. Келесі теңдеуде 1-ші 800-ден 200-ді азайтамыз. Сонда x 600-ге тең болады. Енді осы 600-ді x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда 800-ден 600-ді азайтсақ 200 болады. Теңдеудің екі жағы да 200 тең болады 200-ге. Ал енді келесі теңдеуде 600-ге 300-ді қосу керек, сонда 900 болады. Енді осы 900-ді x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда 900 азайту 300 тең 600-ге болады. Сонда теңдеудің екі жағы да 600 тең болады 600-ге. Енді 8-ші есеп: көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 3 метр 5 дециметрде қанша дециметр бар екендігін анықтайық. Ең алдымен 1 метрде 10 дециметр бар екендігін жазып қояйық. Ал 1 дециметрде 10 сантиметр бар екендігін жазайық. Сонда 3 метрде 30 дециметр бар. Және оған 5 дециметрді қосатын болсақ, 35 дециметр болады. Енді 45 сантиметрді дециметр мен сантиметрге айналдырайық. Сонда 45 сантиметрді 40 сантиметр және 5 сантиметр деп бөліп жазып аламыз. 40 сантиметрде 4 дециметр бар және оның жанына 5 сантиметрді жазамыз. Сонда 4 дециметр 5 сантиметр болады. 8 метрде 80 дециметр бар. Ал 6 дециметрде 60 сантиметр бар. Енді 9-шы есеп: заңдылықтың қай жерде бұзылғанын тап, қатені түзетіп, қатарды 3 санға жалғастырып жаз. А нұсқасында 20-дан кейін 23. Олай болса, 20-ға 3-ті қосамыз. Сонда 23 болады. Одан кейін 26. Сонда 23-ге 26-ны қосам, 3-ті қосамыз. Сонда 26 болады. Енді 26-дан кейін 32 болып кеткене, арасында сан қалып кеткен, оны қойып жазайық. Сонда 26-ға 3-ті қосамыз, 29 болады. Және 29-ға 3-ті қосамыз, сонда 32 болады. 32-ден кейін мына жерде 35 қалып кеткен, сонда оны да жазамыз. Сонда 35 болады. 35-ке тағы да 3-ті қосу керек. Сонда 38-де қалып кеткен, оны да жазамыз. Және одан кейін 41. 3-ті қосса 41 болады.
және 41-ден кейін тағы да 3-ті қосамыз, 44 болуы керек. Мына жерде 45 деген сан дұрыс емес. Сонда арасында қосып жазған сандарымыз 29 болды және 35, 41, 44. Енді әнұсқасы заңдылықты анықтап қатарды жалғастыр. 500-ден кейін 700 болып тұр. Сонда арасында 200 деген сан бар. 500-ге 200-ді қосайық. Сонда 700, олай болса бірінші сан 100 болу керек. 100-ге 200-ді қоссақ 300 болады. 300-ге 200-ді қоссақ 500 болады. Және одан кейін 700, 700-ге тағы да 200-ді қосамыз. Сонда 900 болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.